Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз духовкада піскен тауық етінен картоп қуыратын боламыз. Ол үшін мен табаға майды құйып, одан соң пияз саламыз. Пияздың бетіне теркадан өткізілген сәбіз салатын боламыз. Сәбіз бен пияз аздап қуырылғаннан кейін тауық етін орналастырып шығамыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Одан соң картопымызды салып қуырамыз. Күнделікті дайындап жүрген тағамнан бір ерекшелігі тауық етінің духовкада пісуі. Одан соң суды аздап құйып, бетін жауып қоямыз. Менде тауық етінің тұзы бар болғандықтан мен тұз қоспадым. Егерде тауық етінің тұзы аздау болса, онда тұз салсаңыздар болады. Одан соң бетіне пиязды әдемілеп салып, жауып қоямыз. Мінекей достар, біздің тамағымыз дайын болды. Иісі өте керемет, мұрын жарып тұр. Мінекей достар, өте керемет тағам. Ас болсын.